Аха. Тағдырласып болғаннан кейін заодно енді оқысының баласы бар. Бөтен баланы андай, мынау бөтеннің баласы, ананың баласы деп бөліп жармаймын да. Өзім өте бала жанымын. Бала десе өлемін кәдімгідей бар ғой. Сол жағынан енді барлығы жақсы болатын шығар енді. Құдайда аузыма бекер салып тұрмаған шығар деп сөйтіп ойлап. Сөйтіп қай кезден бастап ұнады? Былтыр білесіз ба, анау ше Айнұрмен төбелескен кез. Сол кезде ажырасты ма? Ернардың көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйім керемет. Себебі 2 жасты демалыс күні атқа апардыңыз, армандардың орындады. Иә. Сіз не істеп жүрсіз? Маған мобилограф болып іштеген, еще мен жақта ғой. Сізден қызғанады, бірақ сізді кездесуге алып барады, мәссаған деп қалдым. Сол мен де түсінбей қалдым енді. Өтініш шығаннан кейін жарайды дедім. Бұл жағынан енді өзім ұжымды қатты сыйлаймын ғой енді. Эфирге жақсы фото, видео болсын дедім. Бүгін еңбегін көресіздер Ернардың. Менің еңбегім. Ажыратқан жоқ. Сіз одан кейін асыл бойында отырған кезде қой деп осындай нәрселер. Одан кейін тағы бір-екі моменттер болған, енді айтпай ақ қояйын. Бірақ енді иә сол нәрселердің барлығы соған итерді деп айтсам да болады. Солай. Көріңіздер, бүгін міндетті эфирді Фархаттың жауабын бірге еститін боламыз. Мадинаның көңіл күйі қалай екен? Жақсы, шүкір. Бүгін Мадинаның күні болады. Е? Мадина? Қандай жауап естуге дайынсыз? Дайынсыз дегенде енді дайынбыз ғой? Екеуіне де ма? Енді андай нәрсе ғой. Мен шын ниетімен айттым. Бірақ ол кісі ол жақта андай басқандай былай айтқанда өтірік айтты, болмаса эфир үшін. Сосын мынандай сұрақ. Өзім де отырдым да жаныма бір Аққұбадан келген бір сықаңлақ болса ғой. Іздедіңіздер? Армандап отырдым, тілеп отырдым да. Ақырке іздеуді бастап кетті. Ол кісі жариялап қойыпты сторисінде. Сөйтіп таппадыңыз кеше? Таппағанда күтіп отырмын ғой, мына жаққа келетін шығар деп. Қайдан білейін? Мен сырттан іздемеймін. Ол жаққа келсін. Келіңіздер қыздар, қайдасыздар? Аққұба қыздар. Сонда жоқ деген жауап естеймін деген ойдамын. Сөйтіп ойлайтын болса, сөйтіп айтады деген ойдамын енді. Бірақ мен шын ниетіме сенетін болса, онда көреміз енді. Сіз шын ниетіңізбен айттыңыз. Сол? Қашаннан бері ұнайды сізге? Енді андай нәрсе ғой, просто Құдайды енді аузыма бекер салмаған шығар деп ойлаймын. Бір жағынан енді бағдарласып болғаннан кейін,